У нас не было там родины. Мы вот так вот, как стадо баранов. Кетет біреу ана жаққа қалып, соның артынан жүре беретінбіз. Шам жеріндегі содырлардың сапында әлем елдерінен 80 мыңнан аса адам болды. Олардың 13% әйелдер еді. Хватает, конечно. Болғанда мы бұндай жағдайда болмайды. Не ойлаймын. Кішкентайларыңыз папамыз қайда дегенде не деп түсіндіресіз? Сол бомбежканың астына түсті деп. Салафизмде жүрген жастардың ағашты ат қып мініп, ата апа көрмеген, қазақи дәстүрден алыс жастар осыған көп еріп кетті. Жусан гуманитарлық операциясымен елге оралған жерлестеріміздің 11-і Сәтбаев қаласының тұрғындары. Олардың 5-еуі халықаралық террорлық топтың құрамында қару асынып, соғысты насихаттағандар үшін түрлі мерзімге сотталды. Ну им же это все пока интересно же. Давай садись, Амина, садись. Давай доставай книги. Уроки будем делать. Там бомбят же. Поэтому я лучше дома поучу их, чего я сама знаю, чем я вот это на мясорубку буду их отправлять деген сияқты ғой. Оңтүстіктің тумасы Шынардың Арқаға келін болғанына биыл 10 жыл. Сол 10 жылдың 5 жылын сыртта өткізді. Талмай білім іздеп, кәсіп ашып, еңбек етпеді. Ол Түркияға отбасымен демалысқа аттанып, қайта оралмады. Айтуынша, жолдасы алдап, арбап, Шам жеріне ертіп әкеткен. Шынарды Абзал Жұмановпен ортақ достары таныстырыпты. Шахтер жігітке ессіз ғашық болған бойжеткен оқуын аяқтамастан тұрмысқа шығады. Діни білімді шетелде алған азаматтың радикалды идеямен ауыратынын білмегенде, сезбегенде. Өзінің діни сауаты төмен болғандықтан жолдасына сенген, соңынан ерген. 2008-де намаз оқып бастадым, сосын сразу орамал тақтым. 2010 жылы тұрмысқа шықтым. Ал білімді кімді алдыңыз? Енді мен өзім күйеуім оқыды, Саудияда оқып келген. Мединада оқыған, в основном содан үйренген. Білмеймін қай жерде оқыған. Ұзақ оқымаған. 22 года, который вот только понимала религию, енді намазға тұрып бастаған адаммын. Анау дұрыс десе, я сенікі дұрыс, мынау дұрыс десе, я сенікі дұрыс деп сөйтіп жүре бергенбіз ғой, соқыр сеніммен. Сирияда біріккен қазақ жамағатының әмір сымақтары бұйырып, Шынар тұмшаланады. Бір-ақ күнде азан шақырып қойған атын Умайша деп ауыстырған. Жолдасы Абзалда ант қабылдап, террорлық ұйымның сапына қабылданады. Ол лаңкестері бейбіт халықты қанадай қырып, тартып алған территорияны күзетті. 5 айға жетер-жетпес уақытта оқтиып бақилық болды. Военное обучение да өткен. А военное обучение где вы проходили? Не знаю даже. Как мы заехали, нас же вот разделили.
А сіз білдіңіз бе жолдасыңыз мұндай автоматпен жүретінін? Иә, үйге автоматпен келген. Соғыс болғаннан кейін у каждого есть, да. Қара жамылған келіншек ұзақ қайғырмады. Жесірдің көңілін жұбатқысы келген содыр көп болды. Сөйтіп Шынар көп замай 4 баласымен тағы бір жанкештінің 4-ші әйелі атанды. Пограничная службада болған ғой. Вот на второй раз он уже не вернулся. Разбомбили их этого. Жатқан окоптарын. Арғайсыз күйеуге шықтыңыз ғой, Иә. кімге шықтыңыз ол жақта? Тоже жезқазған бір кісіне шықтым. Сол, одан бала босандым. Қазір шүкір балам келді бірге. Ал ол кісі қайда? Ол тоже қайтыс болды. Бидғат мәселесін Құранда, сүннетте жоқ нәрселерді, шариғатта жоқ нәрселерді шығару. Яғни кімде-кім бидғат кіргізсе, ол бізден емес деген хадис бар. Діннің дұшпандар, мұсылман үмметін бұзатын, бүлдіретін адамдар сол салт дәстүрімізді бәрін кіргізсіз келеді. Негізінде ол негізсіз болып табылады. Бұл Аль-Холь лагеріндегі жерлестеріміз. Азған, тозған, бәрі елге оралғанша асық. Араларында 5 баласымен Шынарда жүр. Тізімге алынып елге жеткізілген отбасы тыныштықтың қадірін түсінді. Балалардың қарны тоқ, ұйқысы тыныш. Дінді түсінбеушілігімен өзінің отанын сатып басқа елге барып діннің бір рахатын, ләззатын алайын деген ниетпенен қателесіп кеткен шығар. Жусан операциясымен келген азаматшалар, енді ер азаматтар бұл жерде жоқ, көбісі жаңағы әйел кісілер келген. Сол әйел кісілермен сөйлескенде әрқайсыларының өзінің өкініші бар. Өсіп келе жатқан балаларында бізге қазақта тәрбие керек сияқты. Қай класста оқисың? Бірінші, жасың нешеде? 8-те. 8-де. Мектепке барған ұнай ма саған? Иә. Камеру они не видели никогда, не имеют понятия, что такое камера. Тұйықтық әкелеріне тартқан шығар. Здесь кушать готовы детям. Қазір 34 жастағы келіншек 6-шы нәрестесін күтіп жүр. Вот это вот спагетти мы любили, дети любят, а там макарон не было. Қазір уже қарны ашпайды. Енді ол кезде кішкентай болды ғой. Хафиз кішкентай и таңертең нан сұрайды. А у нас не было хлеба. Тамақ жейсің ба, тамақ? Иә. Иә, тамақ жейміз. Жүр кеттік. Жүр қазір тамақ жейміз. Шам жерінде алған жараның орны жазылмай, Шынар тағы алданды. Жақында Жезқазған қаласының тұрғыны балаларыңа қамқор боламын деп уәдені үйіп-төгіп некелескен. Бірақ сөзінде тұрмапты. Не азықпен, не баспанамен қамтамасыз етпеген. Оған қоса, әлгі азаматтың заңды некедегі әйелі қарсылық танытып, көп балалы ана тағы да жалғыз қалды. Салафилік көзқарастағы адамдар айтады, мынау Сириядан келгендер, олар шахидтің әйелдері дейді. Ислам дінде хадис бар дейді, шахидтің әйелдеріне өздерінің аналарының сияқты құрмет көрсетіңдер деген. Шама шарқымыз келгенше азық-түлік, киім-кешек, біз барлығын көмектесеміз. Әкімшіліктің бізге жасап жатқан ол міндеті осылай істелу керек дейді. Енді олай істелу керек деген ешқай жерде жоқ нәрсе, біз адамгершілікке салып отырмыз. Енді басқа біреулер тура солай көмектессе, ол бауырдың бір ерекше махаббаты, жанашырлығы, қамқорлығы деп түсінеді. Жалпы еліміздің бірнеше өңірінде әйелдер жамағаты бар, және ол құпия құбылыс емес. Олар жабық форматта өмір сүреді, сырт дүниемен байланысқа түспейді, мешітке бармайды, көңіл білдіргенмен некелесіп,
ұнамай қалса талақ айтып кете береді. Салдарынан жесір әйел, жетім бала қаңғып қалады. Салафизмда негізгі мақсаты ол Қазақстанды кеп гүлдендіру емес, негізгі ол бейбітшілікті бұзу олардың басты мақсаты. Салафиттер анау баяғы 13 ғасырдағы нәрсені алып бергісі келеді. Біз бұрынғыдай болдық, ол болды. Рухани жаңғырудың негізгі мақсаты сол, ұлттық сананы жаңғырту. Біз мұсылман деген кім? Мұсылман адам қандай болу керек? Ол білімді, оқыған, тоқыған, ғылыммен де айналысатын, инновациямен де айналысатын адам болу керек. Біз жастарды осыған жетелегіміз келеді. Вырабатывать иммунную систему именно патриотизма. Патриотизм деген это больше всего преданность Родине. Это вот вкласть что-то свое. Как Абай же говорит, наш поэт, да, он говорит же, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан дейді. Врагу легко дается то государство, которое внутри есть бунт. Их легко вот так вот раскидать. Жүкті келіншек жұмысқа орналасты. Ол сауда орындарының бірінде ұлттық киімдерді сатады. Санасы да өзгергендей, жергілікті әкімдіктің оңалту жұмыстарынан қалмайды. Балық сұрамайды, сол балықты аулайтын қармақ сұрайды. Жалпы, Жусан гуманитарлық операциясымен елге оралған келіншектердің 90% қателігін түсініп, радикалды көзқарастарынан бас тартты. Шынар солардың сапында.